Сіздер Томас Эрвиннің жұмыс алғанда қаншалықты бақытты болғанын білмейсіздер. Дүйсенбі оның алғашқы жұмыс күні болды, және ол жақсы көңіл күйде болды. Бұл өте мықты кезде жоғары жалақы алатын жұмыс болды. Бұл компанияның директоры біртүрлі болып көрінді, бірақ шынымен де мұндай жұмыстан бас тартуға себеп емес, және оны сол жерде көру екіталай. Олар оның жұмыс орнын көрсетті, және Томас есептерді мұқият талдауға кірісті. Бірінші күндері ол офистің жұмыскерлеріне мән бермеді. Бірақ кейін олардың бәрі біртүрлі екенін байқады. Үнсіз болып көрінетін, бір-бірімен сөйлеспейтін, үнемі жұмыс істейтін. Содан кейін Томас бұған мән бермей, өз жұмысын жасауды шешті. Бірақ оған уәде еткен ақша үшін шыдауға болатын. Күндердің бірінде ол қара дақты байқады. Ол дақты саусақпен сүртуге тырысты, бірақ кетпеді. Кешкі бос уақытында ол қабырғаның түсін краскамен бояп тастады. Сосын өз жұмысына риза болып үйіне қайтты. Келесі күні де жұмыс аз емес. Томас есептерді реттеуге кірісті. Көзінің қырымен ол қара дақты байқады. Кеше өзі бояған қара дақ, бірақ үлкенірек. Әр жолы Томас оның үстінен бояп, қағазбен жауып, сурет іліп қойды, бірақ ол тек 2 есе күшпен өсті. Томас жұмысқа кеш қалып көптеген реттелген қағаздар қалды. Ол тағы да осы қара даққа назар аударды.